Так, бәрі дайын, бір жақ дайын. Так, екіншісін көрейік. Анаған басыңыз прямой. Идите. Адамдар кіріп жатыр ма? Пока нет. Біз уақыт баспаймыз. Қайтудамыз. Тоқтай тұр. Қазір өзім бастайын. Актерлар орында ғой барлығы? Я. Свет дайын ба? Дайын. Свет түсіндіретін адам дайын ба? Я. Айқаламаймыз. Ал енді бастаймыз біз. Қайырлы кеш, құрметті ақтөбеліктер. Бүгін эфирде сіздермен бірге мен Алишер Орынбасар, Алақай қуыршақ театрының әртісі. Біздің бүгінгі тікелей эфиріміз екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім қазақша, екінші бөлім орысша. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, біз отбасымызбен бірге мынадай бір қойылымның декорациясын дайындаған болатынбыз. Яғни біз бүгін сіздерге Алақай қуыршақ театрының репертуарымен таныс адамдар болса, біздің көрермендеріміз болса сүйікті, олар білет, қуыршақ театрында Ұртоқпақ атты ертегісі бар. Яғни сол Ұртоқпақ ертегісі ол біздің қуыршақ театрда тросты қуыршақтар арқылы көрсетіледі. Ал мен қазір өзімнің үйдегі әріптестеріммен бірге сізге ол қойылымды көлеңкелі қуыршақтар арқылы көрсететін боламын. Көлеңкелі қуыршақтардың бірімен таныстырып өтейін. Қазір біреуін алайық мына жақтан. Мінекей, көлеңкелі қуыршақтар, ол яғни сіздерге өзіңіз үйден де жасай аласыздар. Мына екеумізге байланысты, жасауымызға байланысты, бірде сіз дейтін бұны әшейін теледидардың қорабынан да ортасына мата тартып жіберуге болады осылай. Ал мынандай қуыршақтарды мен оргстекло деп аталады, содан жасаған болатын. Ал сіздер әшейін ғана картон қағаздарынан да жасауыңызға болады. Олай болса, біз қойылымызды бастаймыз. Бірінші қойылымызда ертегіні айтамыз. Қатты сынға алмаңыз, барынша үйдегі әріптестермен сіздерге қойылым көрсетуге жақсы тырысамыз. Сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ендеше светті сөндіреміз. Біз бастаймыз. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір Татубай мен Балшекер атты кемпір мен шал өмір сүріпті. Олар сирағы шыққан кедей болатын. Татубай болса өзен жағасына барып, тұзағын құрып, аң құс аулайтын. Бірде оның тұзағына үлкен бір қас түсіпті. Сөйтіп Татубай қазды көріп қалып, өзен жағасына жүгіре бастайды. Міне олжа, міне керемет, тұзағыма әйтеуір бір үлкен қас түсті-ау. Кемпір екеуміз етке тоятын болдық. Өлтіре көрме мені, Татубай, бостандыққа жібер. Біз саған мынаны қараңыз. Қазда адамша сөйлейді екен ғой. Маған көз тоқтатып қараш, Татубай. Мен жай қаздардың бір емеспін. Мен данышпан Қазыбаймын. Мен сен әлемдегі ең бақытты, ең бай адам ете аламын. Естимісің, Татубай, босатшы мені. Ой, пырмай, сен мына сөздерімен жүрегімді жылтып жібердің ғой. Адамша сөйлейтін қаздыны кездестіре бермейміз. Я, мүмкін біреуге, немесе маған бір пайдама жарап қаларсың. Жарайды, босатсам, босатайын. Қане? Ал енді, қане бара ғой, өз жөніңмен ұша бер, сайрауық қаз. Рахмет саған, мейірімді жан. Мен сені өз патшалығымда күтетін боламын. Қош, сау бол, Татубай! Ей, сау бол, сайрауық қаз! Не деген ғажап оқиға десеңше, үйге барып, кемпіріме айтайын. Ай, кемпір! Сөйтіп Татубай үйіне қарата бұл қызықты оқиғаны айтуға асыға жөнеледі. Үйіне келіп,
кемпіріне қарасады. Қайда жүрмін? Ей, кемпір! Амансың ба? Білесің бе, қызық оқиғаға тап болдым. Қандай? Жаңа менің тұзағыма үлкен бір семіз қаз түскен болатын. Содан? Мені босап, қалаған арманыңды орындайын. Патшалығыма келсең, ең қымбат нәрселердің барлығын берем дегенсің, босатып жібердім. Ай, ақмақ шалай. Бір бүтін қызды босатып жібердім. Ой, үйде шай жоқ, тамақ жоқ жейтін. Ой, кемпір, олай қатты ашуланбасаңшы. Жарайды енді. Кәнеки, үйге бара ғой. Бар енді сол қазыңа. Олай қатты ашуланба. Барсам, барамын несі бар. Қазір Қазбайдың патшалығын тауып алып, сыйлықтарын да келемін. Көрге тұр. Деп Татубай Қазбайдың патшалығына аттанады. Ол алыс жазық далада жүріп келеді. Сөйтіп алдынан отар қойлар кездеседі. Мәссаған, мынау кімнің қойлар болды екен, а? Ой, балақай. Ассалаумалейкум, ағай. Уағалейкум ассалам. Мынау отар қойлар кімнің қойлары? Қазбайдың қойлары ғой, ата. Демек мен дұрыс келе жатыр екен. Олай болса әрмен қарай жүрейін. Рахмет саған, балақай. Сау болыңыз. Деп Татубай әрмен қарай жазық далада кең даламен жүріп келеді. Алдынан бір сәтте үйір түйелер кездеседі. Мынау не деген семіз түйелер десеңші? Олар кімдікі болды екен, а? Ассалаумалейкум, ата. Уағалейкум ассалам, балам. Мына түйелер кімнің түйелері? Қазбайдың түйелері ғой, ата. Жолдан адаспаған екенмін, дұрыс келем екен. Рахмет саған, балам. Әрмен қарай жүрейін мен. Сау болыңыз, ата. Деп Татубай Қазбайдың да патшалығына келіп жетті. Мына шатыр Қазбайдікі болар. Ассалаумағалейкум, Қазбай данышпан. Өзім уәде берген бойынша сыйлықтарымды алып кетуге келдім. Амансың ба? Уағалейкум ассалам, Татубай. Мен сені асыға күткен болатынмын. Татубай, мен сенің мейірімің үшін, жүрегіңнің жұмсақтығы үшін саған дайындаған керемет сыйлықтарым бар. Қазір күте тұр мені, Татубай. Деп Қазбай Татубайдың алдына сиқырлы қазан мен керемет есекті алып келеді. Бұнысы несі тағы да? Татубай, бұл жай ғана қазан мен жай ғана есек емес. Бұл сиқырлы қазан. Піс қазаным піс десең болғаны, ол өзінен өзі түрлі тағамдар пісіріп шығады. Қане, айтып көрші өзің. Піс қазаным піс дейсің бе? Айтып көрейін. Піс қазаным піс. Міне ғажап керемет. Мынау өзінен өзі тағамдар пісіреді екен ғой. Ал мына есектің қандай қабілеті бар? Бұл керемет есек. Құс есегім құс десең, өзінен өзі алтын жеңгелер құсады. Ал айтып көр, Татубай. Айтсақ, айтып көрейік. Құс есегім құс. Мынау алтын жеңгелер ғой. Тамаша керемет. Рахмет саған, Қазбай. Олай болса мына сыйлықтарымды алып, мен кемпірімді қуантайын. Әрине, Татубай, үйге асыға барып, кемпірімді қуан. Рахмет, сайрауық қаз. Мен мен кеттім. Деп Татубай үйге қарата жол тартады. Алыс жолдан келе жатырып, қатты шаршаған Татубай бір күркені кездестіріп,
сол күркеге барып, тынығып, дем алып алмақшы болады. Ей, чу, чу! Ассалаумалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Амансың ба құлыным? Ау, балам. Алыс жолдан келем, шаршап қалдым. Мен сенің күркеге кіріп дем алып алсам қалай болады? Жарайды ата. Әрине, рахмет саған. Бірақ менің де саған сыйлығымды беремін. Міне, қарай ғой балақай. Біз қазаным, біз. Көрдің бе балам? Мына тағамнан алып, тойғаныңша жеп ал. Ал рахмет айту үшін саған тағы да алтын теңгелер беремін. Құс есегім, құс! Ал енді балам, мына сыйлықтарды ала қой, ал мен сенің күркеңе кіріп дем алып алайын. Жарай ма? Жарайды ата. Көп рахмет саған балам. Татубай демалуға кіргеннен кейін, осындай керемет ғажапты көрген жас бала арам ой туындап, өзіне алып қалмақшы болып, есекпен қазанды ауыстырып алмақшы болады. Есекпен қазанды алып, өзінің кәрі есегімен тесік қазанына қайтадан келіп ауыстырып қояды. Содан Татубай демалып тынығып алғаннан кейін, күркеден шығып, Ай, балам, рахмет саған. Есекпен қазанымда қарап қойыпсың. Олай болса, мен саған тағы да тағам мен алтын теңгелер тастап кетейін. Піс қазаным, піс! Піс саған, пісірмей той. Піс қазаным, піс! Піс! Ойпырмай, есекті тексеріп көрейін. Қанеке есек, құс есегім, құс! Құс дедім саған! Ай, Қазыбай данышпан, мені алдап соққан екен ғой. Мына сыйлықтарының ақауы бар екен. Қапат деген-ай, қазір мен оған барып, адамды алдауға болмайтын айтайын. Ай, чу, кәне, жүр артымнан. Қалыпта қоя бер осы жерден. Қапат деген-ай, Қазыбай данышпан. ашуға салынған Татубай Қазбай патшалығына асығып жүгіріп келеді. Қош көрістік, Татубай. Көңіл күйің неге жоқ? Ашулы көрінесің ғой. Ей, ашулы болмағанда қандай? Жаңа сенің сыйлықтарыңды алып, жолда келе жатырып, бір баланың күркесіне тынығып алып шығып едім. Сыйлықтарының ақауы бар болып шықты. Әлгі балаға рахметімді айтайын десем, я түрлі тағам да жоқ, я сиқырлы теңгелер де жоқ, ештеңе де жоқ, алдап соқтың ғой мені. Ашуланба, сабыр сақта, Татубай. Мен саған бұдан да керемет сыйлық беремін. Демек сен жолда бір баланың үйіне тоқтаған екенсің ғой. Я тоқтаған боламын. Шаршап қалдым, ауырып та тұрмын. Үйіме де баруым керек. Кемпірім де уайымдап тұрған шығар. Жарайды. Қазір Татубай күте тұр осы жерде. Ей, тағы да қандай сыйлық берер екен өзі? Алдап соққан не санамды? Мінекей, Татубай, бұл дорба. Көріп тұрым дорба екен. Бірақ, Татубай, ұртоқпақ деп айтушы болма. Ей, неге айтпайды екенмін? Оны уақыты келгенде өзің түсінесің, Татубай. Тек маған сенсең болғаны. Жарайды, осы жолда саған сенейін, ұртоқпақ деп те айтпаймын. Олай болса мен кеттім, кемпіріме асығайын. Қош, сау бол, Татубай. Сау бол, сайрауық қаз. Татубай дорбасын алып, қайтадан өзінің үйіне қарата жол тартады. Алыс жолдан тағы да келе жатырып, шаршап шалдыққан Татубай әлгі баланың күркесінің қасына келіп, тағы да демалып тынығып алмақшы болады. Ассалаумалейкум аға, ата. Уағалейкум ассалам. Ой, балам, күркеңе бір демалып алсам бола ма? Жарайды ата. Иә, мына қолындағы дорбамды ауыр. Мен барып демалып алайын. Ай бала, ескертуім бар. Сен ұртоқпақ деп айтушы болма, жарай ма? Жарайды ата. Жас бала, неге айтуға болмайды екен? Соншама не сиқыры бар екен деп қызығып, шыдамастан тұрып, қаттырақ Ор торпағым, ор.
деп айқайлайды. Сол сәтте тоқпақшы шығып баланы сабалай бастайды. Ай, ай, ай. Ата, кешіріңіз. Бәрін қайтарамын. Ой, пырмай, әй, не болып қалды? Не ұшу болып жатыр бұл жерде? Әй, балам, не болып қалды? Топаңызды, есегіңізді қайтарып беремін. Ой, қайдағы қазан мен есек? Демек, сонда сен бе мені алдаған? Ой, пырмай, ал мен болсам Қазбайдан көріп жүрмін ғой. Ят болдау Қазбайдан. Ал қанекей, жанының барында менің есегіммен сиқырлы қазанымды тездетіп ал кел бұл жерге. Иә, Сөйтіп, ата. бұл Қазбайдан ұят болды өзі. Ой, мінекен ғой мен сиқырлы қазан мен керемет есегім. Ал енді бала, өз затымды өзіме алып үйіме қайтамын. Келесіде ешкімді алдаушы болма, ұқтың ба? Иә, ата. Ал жүр есегім, соңынан ілесіп қалма. Қатты қуанған Татубай өзінің үйіне бал шекерге асыға жүреді. Сөйтіп ол үйіне қарата асығып келе жатады. Осы шалқайда жүр, аман бекен өзі. Бал шекер! Ай, кемпір! Ай, кемпір, чу! Қайда жүрсің ей? Ой, сен маған сенбеп едің, қазды босаттың деп ашуланып едің. Мінекей, мен Қазбайдың сыйлықтарын алып келе жатырмын. Бұл не? Бұл сиқырлы қазан мен керемет есек. Қазір қара. Піс қазаным, піс! Көрдің бе? Таңғажайып. Ал мынау керемет есек. Құс есегім, құс! Міне керемет. Әрине керемет. Ендеше дастархан жасап, той жасап, жақсы өмір сүретін болдық кемпірім. Мен қазір шай қояйын, дастарханға жүріңдер. Қарнымыз тоятын болды. Иә, есегімді де үйіме алып кетейін. Әйтпесе біреу алып кетер. Чу. Светті қосамыз. Мінекей, құрметті көрермендер, осылай Татубай мен Балшекер екеуі ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешіп, тоқшылық пен молшылықта өмір сүрген екен. Олай болса, біз екінші бөлімімізді жалғастырамыз. Декорацияны алып тастаймыз, ал әріптестерімізді ортаға шақырамыз. Дайындап алайық. Менің әріптестерім қайда екен? Асима, Алия, келе қойыңдар. Асима. Дайындаламыз. Кешіресіздер. Мінеміз. Ендеше, біздің екінші бөлімім, яғни орысша ертегі болатын болған. Алдыңғы шығарылымда біздің кішкентай ханшайымыз қатты шаршап қалып, ертегімізді айта алмай қалды. Ал енді бүгін осы ханшайымның сұрауы бойынша қандай ертегі айтамыз? Колобок. Айтамыз ба? Иә! Ұйықтап қалмаймыз ба? Иә! Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Жил-был старик со своей старухой. Как-то попросил старик старуху, чтобы испекла она колобок. И говорит старик: «Эй, старуха, а испеки-ка колобок!» «Ой, а из чего печь-то? Дома ни крошки муки нету», — ответила старуха. «Да что ты, а ты по коробу поскреби, по сусеку помети, а вот что-нибудь найдется». Послушалась старуха, по коробу поскребла, по сусеку помела и нашла немного муки. Пожарила на чем? На сметане. Ой, на сметане замесила, а пожарила на масле. И испекла красивый большой колобок. И оставила у окошка остудить.
В это время ароматный запах колобка понесся по всему лесу, и почуяли все звери. А колобок-то оживился, встал, ножки-ручки появились, выпрыгнул из окошка и покатился по лесу. Покатился по лесу, и встретился перед ним кто? Зайчик. Зайчик. И что же сказал зайчик? А ты кто? А я колобок. Колобок. Какой колобок? Вот. Колобок. Ну тогда я тебя съем. Не кушай меня. Я тебе песенку спою. Ну тогда пой. Ну, пой, колобок. Я колобок, румяный бок, пососед покрыбла, пососед напиток, на сметане напиток. Я с бабушки ушел, я от дедушки ушел, я зайц. От тебя убегу. Убегу. Убежал колобок, покатился дальше по лесу, и встретился перед ним кто? Зубастый волк. Волк. Ах, ну-ка, колобок, ух ты, а я тебя съем. Не кушай меня, я тебе песенку спою. Ох, песенку споешь. О, песенка, а потом колобок. Ничего, хорошо. Ну тогда пой быстрее, а потом... Я колобок, румяный бок, пососед напиток, на сметане напиток. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, я от тебя, серого, убежу. Да. Убегу. Убежал колобок, покатился дальше по лесу, а волк-то ничего не понял. Покатился и встретился перед ним Мишка косолапый. О, а ты кто? А я колобок. Колобок. Ох, как вкусно пахнешь-то, колобок. А знаешь, колобок, я тебя съем. Не кушай меня, я тебе песенку спою. Песенку споешь? Ну, хорошо, пой свою песенку. Я колобок, румяный бок, пососед покрикла, пососед напекла, на сметане пекла. От бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, я от тебя, медведь, убежу. Да, убежу. Убегу. Убежал колобок и от медведя, посмотрел по сторонам, и упал колобок, и выскочил обратно, и снова покатился и убежал дальше. Катится колобок, и встретилась перед ним хитрая лисица. О, Колобок, я тебя съем. Не кушай меня, я тебе песенку спою. Песенку? Ну, тогда погромче спой. Я колобок, румяный бок, пососед покребла, пососед погребла. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, я от медведя ушел, я от тебя, лиса, убегу. только собирался убежать колобок, и лисица вдруг сказала: Постой, я тебя не слышу. Сядь-ка на мне мордочку и попой еще раз. Ну, пой, колобок, еще раз, лисица. Я колобок, румяный бок, пососед погребла, на сметане напекла. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от
Не успел допеть свою песенку колобок, а лисица взяла и... Съела его. Так и закончилась веселая история про колобка. Ну, құрметті көрермендер, мінекей біз екі тілде ертегі айтып, сіздерге екі тілде қойылым көрсеткен боламыз. Ал енді кішкентай менің әріптестерім біздің көрермендерге айтар тақпақтарыңыз бар ма тағы да? Я. Айта қойы. Қандай тақпақ айтасың? Засыл желен жамылға, асыл ойыншық тағылға, міне сұлу шошамыз көптен күтіп сағынған. Сыр бол түсі суық қаптайды аспан, күз болып дыңқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тонағаныма, жасыл жіп жылқы ойнап, биік қашқан. Тамаша, керемет. Кәнекей қол